Тамара Босымбекқызына. Бүгінгі депутаттық сауалым еліміздің ертең үшін жанын салып қызмет қылып, айлығы шайлығына жетпей, тұрмыстық тауқымет тартса да тартынып қалмайтын жастардың мұң-мұқтажы туралы. Қазақта жақсы жастан шығады, темір тастан шығады деген аталы сөз бар. Бірақ біз сол жастардың қадіріне әлі күнге дейін жете алмай келеміз. Жастардың басын біріктіретін бір ұйым бар бізде. Жастар ресурстық орталығы деген. Аты дардай болғанмен заты сондай болмай тұр. Қайсы өңірге барсақ та алдымыздан шыққан жастар жұмыста жүйе жоқ екенін, өздерін жергілікті билік өкілдері білгенінше жұмсап, негізгі жұмыстарына жолатпайтынын айтады. Салдарынан ел орталықтың жастары ортан қол деп сөгеді кейде. Еліміздегі 232 жастар ресурстық орталығында қызмет ететін 3000-нан астам белсенді жас әр әкімнің бұйрығымен таң атысы кеш батысы сабылып жүргенде жастармен жұмыстың жайына қалатыны әмбек аян. Әу баста жастар ресурстық орталығы жастардың әлеуметтік және тұлғалық дамуына жәрдемдесетін, жастар ұйымдарының қызметіне қолдау көрсететін орталық ретінде құрылған еді. Бірақ қазір сол жастардың еңбегі еш тұзы сор. Себебін санамалап айтайын. Біріншіден, жалақының төмендігі. Жастар ресурстық орталығындағы қызметкерлердің орташа жалақысы 90 мың теңге. Бұдан әлдеқайда төмен айлық алатын жастар да жеткілікті. Бұл қазіргі қымбатшылықта түкке де жетпейді. Аталған айлыққа білімді, білікті жастарды қызметке келіп, елдің ертең үшін жұмыс жаса, жастарға қызмет ет деп үндеу керек. Әрине, білімді әрі белсенді жастар келіспейді бұған. Сәйкесінше, жастар ресурстық орталығында үнемі кадр ауыса береді. Қазақ су ағады тас қалады, кәрі кетеді, жас қалады дейді. Бүйте берсек ертең жастарымен жұмыста кім қалады? Қазақстан Республикасы үкіметінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі нөмірі 241 қаулысымен жастар ресурстық орталығы қызметкерлерінің жалақысын көтеру ұсынылған. Алайда бұл шешім тек Астана, Шымкент қалалары мен Қарағанды, Ақмола облыстарында ғана орындалды. Қалған облыстар ақша жоқ деп қысқа қайырған. Екіншіден, жергілікті әкімдердің барып кел, шауып кел дейтін бұйрықтары белсенді жастардың төзімін әбден тауысқан. Оның ішінде жастар ресурстық орталығы қызметкерлерін жастарға мүлдем қатысы жоқ сансыз мерекелік шараларды ұйымдастыруға, аулаларды аралап мониторинг жасауға, әкімдіктің күнделікті бітпейтін бұйрықтарын атқаруға міндеттейді екен. Әкімқаралардың тапсырмасымен шауып жүрген жастар қашан нағыз жастардың мәселесімен айналыспақ? Үшіншіден, жастар ресурстық орталығындағы штаттық бірліктің жетіспеушілігі. Еліміз бойынша орталықтың бір қызметкері орта есеппен 2000 жас азаматпен жұмыс істейді. Бірақ кей өңірлерде бұл стандарт жайына қалған. Мәселен, Алматы қаласында жастар ресурстық орталығының бір қызметкері 32 000 жас азаматқа қызмет көрсетеді. Астанада бір қызметкерге 17 000 адамнан келеді. Төртіншіден, жастар ресурстық орталығының ғимараты жоқ. Олар әкімдіктің ішіндегі әр кабинетті паналауға мәжбүр. Бөлме берген биліктің жастарға билігін жүргізетіні анық. Бесінші мәселе қаржыландыру тетігінің нақты болмауы, нақты нормативтің жоқтығы. Белсенді замандастарымыз жастар ресурстық орталықтарын Мәдениет және ақпарат министрлігіне бекітіп берсе деген ұсыныс жолдады. Тапсырма бір тараптан болмаса, әр әкімнің қас-қабағын бағудан әбден қажыған жастар. Ол олма, 2024 жылы республика бойынша жастар ресурстық орталығына бөлінетін қаржыны қысқарту жоспарланған.